так, Жүніс мырза, сіз енді сарайшыққа байланысты біздер қызықты ақпарат алуға келдік. Жалпы менің ең бірінші сұрағым, бір сленг айтатын болсақ, сарайшық орта ғасырда шынымен де самый крутой қала болған ба? Мысалы, сондай немен айтатын болсақ, қарапайым. Иә, әрине, ол сарайшық өз дәуірінің енді орта ғасырда 13-ші ғасырда пайда болды. Ол деген сөз Алтын Орданың ең бір кәдімгі дамып алтын дәуір деп айтсақ болады, 13-14 ғасырлар. Сол кезеңде де өмір сүрген қала. Енді 15-ші ғасырға дейін, 16-ші ғасырға дейін қирауына дейінгі қаланың енді жаңағы халқының саны кейбір деректерде 50 мыңға жетті дегеннің өзі ол үлкен затты білді. Сонымен қатар жаңағы сарайшық ұлы жібек жолының бойында орналасып отыр. И бұндағы сарайшықтың басқа қалаларда айырмашылығы сумен де құрлықпен де сауда жасау мүмкіншілігіне ие. Яғни біз Жайық өзенінің жағасында тұрмыз, сол арқылы Каспий арқылы Ақтау аймағына барған қазіргі. Ол жақтан оңтүстіктен келген сауда жолдары арқылы өзара байланысып тармақтарды былай кеңейтіп отырған. Әрине ол үлкен сол дәуірдің өзінің орталық қаласы болған. Жоққа шыға алмаймыз. Енді сарайшықтың жалпы негізін қалаған біздер сол Жошы ұлысының, яғни Алтын Орданың негізін қалаушы Батухан дейміз ғой. Көп жағдайда қателеспесем біз сарайшықты Алтын Орданың астанасы ретінде де мысалы айтып жатады да, мысалы. Сол дұрыс тұржын ба әлде қате ма мысалы? Дұрыс. Қазір енді биыл 2024 жылы Жошы ұлысы, енді Алтын Орда Жошы ұлысы деп атайды. Жошы ұлысының 800 жылдығы елімізде кеңдеп тойлап өтіп жатыр. Бұның негізі Қазақстан өзінің Жошы ұлысының ұрпағы ретінде әлемдік аренаға танытуды әрекеттері болсын. Олай болатын болса, сарайшық Қазақстан аймағында орналасқан бірден бір Алтын Орда немесе Жошы ұлысының астанасы болған қала. Одан басқа мысалы біз басқа аймақтарда орта ғасырлық қалалар бар, әрине. Мысалы Отырарды айтайық, Отырардың өзі сол моңғол шапқыншылығы кезінде қирап қалған, одан кейін қалпына келмеді. Ол бер жағындағы жаңағы Сығанақ, Сауран, Түркістан, олар да сол Алтын Орданың кезінде өмір сүрді, бірақ Жошы ұлысының кезінде емес, олар кейбір жағдайда Шығатай ұлысының аймақтарына қосылып сондай болды. Енді сарайшық Жошы ұлысының аймағында орналасқан, нағыз мына қазір Астрахандағы Сарай Бату мен Сарай Берке мен үшеу бөлігіне жақын орналасқан сол Алтын Орданың бірден бір астанасы болды. Яғни 9 жолдың торабында орналасқан, сондай күре тамыр дейсіз ғой. Мысалы, менің ойымша, мысалы мынандай нәрседе, Аббасидтер халифатының кезінде, ислам дәуірінің өркендеп тұрған кезінде, орта ғасырлық қалалар бар ғой, бағанағы Батыс Еуропадағы өте бір қалай айтсақ болады, гигиена жағынан өте қатты төмен болды ғой. Мысалы, адам санында өте қатты төмен болды дейді. Мысалы, адамдарда яғни сол урбанизация бағанағы әртүрлі чума деген сияқты аурулар. Сол мысалы сарайшықта мысалы сол кездегі моншалар нелер болды дейді. Құбырлар да болды дейді мысалы. Канализация дейміз ғой бағанағы. Енді айтайын деген осы біздер біз бұл қаланың құрылуын айтамыз да, мен жалпы осы бағанағы Батухан құрылды деп айтамыз. Одан кейін Алтын Орда ыдырағаннан кейін Ноғай ордасының маңызды қаласы болды да. Қазақ хандығының кезінде Қасым ханның және Хақназардың кезінде айтылады да, бірақ кейіннен каким-то образом бұл қала жойылып кеткен сияқты, немесе бұл қаланы бәрі тастап кеткен сияқты болады да. Соның себебі неде мысалы? Бір уақытта жоғалып кеткен сияқты. Мынандай ғой. Вавилон сияқты жойылып кетеді ғой. Мысалы біз тарихта мынандай да, тарихта Қазақ хандығы мен Шайбанидың ортасындағы соғысты жақсы білеміз. 30 жылға созылған соғыстарды жақсы білеміз. Ташкентті, жаңағы Сығанақ, Сауран, мына қазіргі Өзбекстанның территориясы өтіп кеткен жаңағы бірнеше сол оңтүстіктегі қалалар үшін өзара 30 жыл бойы соғысқан. Қазақ хандығының кезінде Қайхан мықты болды, сол иеленген жерлерді, одан кейін әсіресе Шайбанилар тағы тартып алып қойған. Бірақ біле бермейтін бір жайт, мына батыс өлкесінде де ноғайлар мен қазақ хандығы ортасында осы сарайшық жер үшін сондай не болған. Енді Шайбани хандығы секілді енді алапауыт үлкен болмағанмен де, мысалы сіз айтқанша Хақназар мен Қасымның кезінде ол хандар қазақ хандығында жаңағыдай ойып тұрып орын алатын хандар ғой енді. Әскери жағынан күшейді. Енді Қасым ханды енді тектен тек былай деп айтпайды ғой. Жошы ұлысында Қасым ханнан кейін
ондай үлкен бір жошы ұлысында жошы ханнан кейін Қасым хандай хан болған жоқ деп айтады. Тектен тек емес демек. Сол кезеңдерде ал Қасым ханнан кейін 5 хан бір тұрақсыздық кезең болды. Ауыспалы төкпелі. Қақи мамаштардың. Ауыспалы төкпелі ол кезде уже сарайшық ноғайлардың қолында. Сөйтіп ауысып төгіліп, кейін соңына 1580 жылы қазақ орыстардың шабуылы нәтижесінде сарайшық түбегейлі өрттің астында қалды. Бірнеше рет өртенеді. Оны біз қазба кезінде де анықтауға, дәлелдеуге болады. Қазір енді одан кейін оның тек қана құландылар сақталған. Сосын бағана жаңа айтып өткен гигиена мәселесі деген қызық бір мәселе бар. Мысалы Еуропада өздеріңізге белгілі 15 ғасырдан бастап Ренессанс қайта өрлеу дәуірі басталады. Оған дейін мына патшалардың Еуропа халқы үшін әжетхана немесе жаңа қазіргі себетін әтір су олар роскошь болған. Мысалы графтарда, герцогтерде болды. Қарапайым тұлғада жоқ. Себебі туалет жаңағы Францияны қазір біз бәріміз танимыз жаңағы әлемдегі жаңағы әтірдің несі деп, бірақ модный ортаға әтір күшті әтірлер шығады. На самом деле бір кейбір деректер айтылады, енді ол ақиқатқа қаншалықты жақын, алыс. Мысалы сол әжетханадағы иісті жоғалту үшін сол әтірді пайдаланған деп. Өзінің иісін кетіру үшін. Ол дегенде мысалы одан басқа мына балдар ұйымдастырады олар. Қазір біз өзімізге мәдениетімізге кіріп келе жатыр, мысалы әртүрлі балдар. Сол сарайларында графтар балдар өткізіп тұрған. Сол балда енді кемінде мысалы 100-200 адам жиналса керек. Сол жиналу процесінде мысалы әжетханадан пайдалану, өзі әжетхана жоқ болса, қоқыстардың бәрін сарайдың сол графтықтың сыртына лақтыра береді бүйтіп. И уже үлкен сасық. Граф одан арылу үшін мысалы бір деректе оқыдым, басқа ғимаратқа көшіп өтеді бүкіл жаңағы өзінің жанындағы вассалдармен бірге. Ана жерде 3-4 айға қалдырады, 3-4 айдан өзі құрғап, табиғат өзі несін жасап, құрғатып, кейін ана көшіп келеді. Енді ол 15-ші ғасырларда былай қарайтын болсақ. Ал 13-ші ғасырда одан 200 жыл бұрын біз 2023 жылы мына сарайшықта монша таптық. Моншаның астында қарапайым жаңағы кәріз системасы бар. Үлкен құмды әкелгенде отырғызған жерге көмген мойнына. Септикті. Мойны, септик. Түбін кесіп тастаған. Ол кездегі мына адамның ойының ұшқырлығын қарасаңыз, егер құм пустой болса, іші дым болса, оған су келіп төгіледі, лас су уақыт өте келе сасып, моншаның ішін қайталаса иісін білдіруі мүмкін. Ал оның алдын алу мақсатында моншаларды көп жағдайларда жаңағы жартысына дейін мындай өзіне суды жақсы сіңіріп алатын губкаобразный топырақта салынған. Иісті басқа жерден топырақ ойластырған бәрін. Оны қарасаңыз, ол мәдениеттің тағы бір өркениеттің ошағы. Просто бізде білмеймін неге осы мәселе, осы жайттарды неге ұстап қалмадық деген менде өзімде іштей бір сұрақ болады. Мысалы Еуропа қазір айтатын болсақ, ол дәуірдегі Еуропаны қазір айтатын болсақ, біз уже олардан қазір алдыда болуымыз керек. Бірақ біз неге олай бола алмадық деген мәселе. Неше түрлі тарихта жағдайлар болды. Мысалы менде андай нәрсе бар да, дилемма дейді ғой, бағана бір өкініш па. Біз өзіміздің көбінесе мына Ресей халқындағы тарихшылар айтады ғой, қазақтарда қала болмаған, олар көшпелілер болған деген сияқты. Мен онымен келіспеймін да. Өйткені сыр бойындағы қалалар осы бағанағы жайықтың оң жағасында орналасқан сарайшық. Бұның бәрі дәлелді. Просто біз өзімізде бар нәрсені құнсыздандырамыз. Немесе бар нәрсенің өзі дұрыс емес сияқты көрінеді да, мысалы, менің ойымша. Мысалы сол бағанағы сіз айтып отқан Европаның гигиена болып бір мәдениеттің ренессансқа қайта өрлеу кезінде дамуының себебі де оның ар жағында бағанағы ислам өркениеті одан кейін креш жорып жатыр деп ойлаймын да. Мысалы 1099 жылы кресшілер екінші Урбанның итермелеуімен Иерусалим қаласын алды ғой. Кейіннен бұл қаладан Салахаддиннің кезінде айырылып қалды қайтадан кресшілер. Бірақ та осы кресшілер бұл қаланы ала алмай бірнеше сәтсіз креш жорықтан жасаса да, бірақ та олар үлкен нәрсе өтті да. Олар бағана осы таяу шығысқа деп айтайықшы, таяу шығысқа шабуыл жасау арқылы бағана ең бірінші мәдениетті үйренді да, бағанағы ішкі киім киюді, моншаға түсуді, вилка бағанағы, әртүрлі специя дейміз мысалы, солардың бәрін үйреніп, сол қазіргі біз еліктейтін модный батыстың негізі сол шығыс өркениет арқылы келді деп ойлауға болатын сияқты. Сол да бар, енді екінші тарапы, енді біздің қалалардың тағы бір дамуына ұлы жібек жолынан бөлек ислам өркениетінде әсері бар ма мысалы?
ұлы жібек жолының бойында отырғаннан байғала болды дедік қой. Мысалы одан бөлек ислам, мысалы өзбек ханның кезінде бұл мемлекеттік дін ретінде қабылданды ғой мысалы. Сол кезде басқаша қарқында немесе басқа бір сипатта дамыды ма сарайшық мысалы? Ислам діні енді бірінші енді Берке ханның кезінде мына өзбек қыз айтып жатқан өзбек ханның кезінде ислам діні ол алтын орданың мемлекет діні болды. Енді сарайшыққа тікелей қарайтын болсақ, біз енді сарайшықты алдында осы музейде сол туристерге арналған әртүрлі флайерлар, ақпараттық бір қағаздар жасалған кезімізде мындай 10 түрлі бір деректемесін, шағын деректемесін. Мысалы сарайшық ақша сарайы, сарайшықта ақша соғылған. Сарайшық қолөнер орталығы, ол рас. Сонымен бірге сарайшық ислам дінінің орталығы. Неге? Ислам дінінің орталығы, себебі мына өзіне жақын орналасқан мына Бұлғар қаласы бар, Ақжайық бар, Оралдағы, Ақтөбе, Лаети бар, Сарай Бату бар, Сарай Берке қалалары бар, маңайындаларында орналасқан. Бірақ осы сарайшықта Берке хан сол 13-ші ғасырдың басында ислам дінін алып келді. Оған байланысты Әбілғазы Баһадүрдің бір еңбектерінде былай деп айтылады. Берке хан не үшін мұсылмандықты қабылдады? Ағасы Батудың өлімінен кейін ол Бұхар миссионерлерінен ислам дінін үйреніп, ағасының салдырған қаласына барып, ол жерге адамдарға ас берді деп. Осы жаңағы өзінің отырған жерінен Сарай Бату, Сарай Берке қалаларына, астаналарына, сарайшыққа жаңағы арнайы сапармен келіп, сол сапар барысында халық айналасына жиналып, сөйтіп осында ас берді дегенде деректер кездеседі. Бұның барлығы мысалы біздің ішкі нелерінде барлығы деректемелермен келтірілген. Олай болатын болса, ислам діні енді бірде былай деп айтайық, ислам діні сарайшыққа емес, жалпы сарайшықта ислам дінінің орнауына ұлы жібек жолы арқылы келді деп айтсақ болады. Себебі ұлы жібек жолының бойының негізгі мына бағыттары ислам орталықтарының арқылы өтті. Екі жақта. Мысалы Қытайдан келетін болса, Қашқар, Тянь-Шань, Іле Алатаулар арқылы Қазақстанның оңтүстік аймақтарымен жүріп өтіп, бізге қарай келді. Ол жерде айтса болса да исламда несі орнықты. Енді қазба жұмыстары мынаны дәлелдеді. Ислам діні қандай жағдай болғанда да, мысалы 13-ші ғасырда Берке хан алып келгенде, ол бірден бүкіл халыққа тарала қойған жоқ. Бәрі де кездеседі қазба кездерінде мұсылмандық белгілермен жерленген адамдар байқалмайды дегендей. Бұл кей байқалады. Енді ол байқалмайтын мәселелер өте аздау кездеседі. Мысалы, біз бүйтіп айта аламыз ғой, мысалы сол сарайшықты қала ретінде дамытқан ислам өркениетінің әсерінен дейміз ғой. Сауда одан бөлек баса түркі элементтерді, мысалы түркі халықтың элементтерді сарайшықты дамытты ма? Әрине. Біз исламның келуімен таза болып бәрі монша салды, құбыр салды. Ислам келді, бірақ ислам келгенмен жергілікті халық түркілер болды ғой бәрі. Ол бірден еліктейтін бар ғой. Исламды ол қазір біз өзіміз секілді, мысалы исламды қабылдағанымызбен біз өзімізді түркі деп білеміз. Бәрі жаңағы үйіміздегі бағағы ата әжелеріміз үйреткен жаңағы салт дәстүр ол болмайды, өйтпесең өйтпейді, қоймайды. Жаңағыдай ұят болады, болмайды деген мәселелер, мысалы табалдырықты баспа деген мәселелер. Мысалы түркі өзіміздің ислам кіріп келмегенге дейінгі сақталып қалған дүниелерде, мысалы санамызда ол қалай айтсақ болады, қазіргі күнде дін ретінде емес, бір ғұрып әдет дәстүр ретінде былай санамызда қалып қалған. Меніңше оны жоймаған дұрыс. Әрине дін сақталған дұрыс, діннің өзіндік орны бар, сенім мәселесі. Бірақ енді жаңағыдай толыққанды. Енді анау енді айтып отырдым. Дінді өзіміздің айналамыздағы географиялық әлеуметтік орталыққа байланысты қабылдаймыз. Түркілік элементтер идентификация сақталады. Сақталған. Мысалы андай біз білеміз ғой, мысалы жошы ұлысы, яғни Моңғол империясының бәрі басында бағынды ғой. Қателеспесем, үгедей немесе мөңкенің кезінде бір орталыққа бағынды. Қарақорымға бағынатын төрт ұлыс барлығы бағынды. Бірақ та біз байқаймыз, кейін Беркенің кезінде өзі ислам дінін қабылдаған кісі, одан кейін өзбек ханның кезінде мемлекеттен ретінде жарияланды дедік қой. Мысалы, бірақ та осы Берке мен Сұлтан Бейбарыстың арасындағы бағанағы Египетпен, Мысырмен қарым-қатынасы, яғни Шыңғыс ұрпақтарының ішінде бөлек-бөлек партия пайда болған болды, бір-біріне қарсы. Әрине, ол билік болған жерде ол әке, бала, аға, іні. Төреде, таста тамыр жоқ, төреде бауыр жоқ. Мысалы, бірнеше мысал келтіре аламын тарихта оған байланысты. Мысалы, Беркемен енді ол жаңағы
Жошының Шыңғыс ханның 4 ұлы. Мысалы Жошының өзін қалған 3 баласы Шыңғыс ханның ұрпағы деп мойындаған жоқ. Себебі анасы оған жүктілік кезінде түркілер Меркіт тайпасы анасын ұрлап алып кетеді. Жаңағы алып қашып кетеді. Сондықтан да ол балдарында осындай ой туындайды. Ол Шыңғыс хандікі емес, Меркіт тайпасының басшысынікі деген. Қазіргі үлкен популярный сұрақтардың бірі. Сосын Жошымен жаңағыдай Шағатай немесе Үгедей мен Төле ортасында, жаңағы Жошы мен Үгедейдің Төле мен Шағатайдың ортасында жеке-жеке коалиция пайда болады. Ол коалиция осылай бөлініп келеді де, енді бағана айтқан Берке мен Бейбарыстың байланысы ол жаңағы тікелей крест жорықтарына қарсы тойтарыс беру мақсатында, ислам әлемін крест жорықтарынан аман алып қалу мақсатында болды деп айта аламыз. Енді бағанағы не үшін билікке байланысты бірнеше мысалдар айттым. Бірінші мысал мына Мырза Ұлықбек деген қазіргі мына Өзбекстан елінің жаңағы ғалымы, басшысы, ел басқарған. Соны өз баласы өлтіреді. Мысалы билік үшін таласып. Кейін ол баланы енді өзбек тілінде Падаркуш деп атайды. Яғни әкеге сатқын жасаған адам. Екінші мысал тағы сол Бұхар хандығында Шайбанидың ұрпағы өліп, соңына Бұхар хандығы деп аталып жаңа мемлекет құрылған кезеңде Абдул Файз деген бір қателеспесем хан өзінің оның бір 6 баласы ма 7 баласы ма болады. Ол жаңағы билік жаңағы шарапқа мас кезінде той отқан кезде билікке беруді қимай жаңағы балдардың бәрін өлтіріп салады. Соңында бір кішкене баласы әлі нәресте тақтың жанында не тақтың астында қалып қойып, содан аман қалып, кейін есейіп, билікті бәрі алып қояды. Мысалы осындай мәселелер өте көп. Билік кәдімгідей кино тектен тек алынбайды енді. Сұлтан Сулейман батыс әлемге не істеймін да, таңғаламын. Мысалы Игра престоловта бағана Джордж Мартин жазды ғой. Мысалы өзі айтады, ең бірінші сезонда ғана Старктар мен Ланнистердің арасында шайқас бар ғой, бағана текетірессе семьялардың, сол бағана өзі мойындайды. Ол Йорктар мен Ланкастерлердің арасындағы Англияда болған азамат соғысынан алдым дейді. Сонда мен одан кейін мына нелерде Фатих заңы қателеспесем османлықтарда бар. Бағанағы балдарын өлтіру немесе таққа таласып бауырларын. Ағалар бір-бірімен мысалы қуатты алтын орданы ешқандай сыртқы жау құртқан жоқ. Білеміз бағана 20 жылдың ішінде 20-дан астам ханның ауысуы. Жәнібек ханнан кейін бағанағы сол таққа таласы, бақ таласы кәдімгі алтын орданы әлсіретіп тастады ғой. Ресей бағана орыстарда ол кезде шығып кетті. Енді айтайын дегенім, мен де ойлаймын да, сондай бір жүйе болған кезде біздің алтын орда ұзақ өмір сүріп, мысалы өткен айтады ғой, алтын орданың бір жұрнағы дейді ғой, қазақ хандығы әлсіреп батқан. Өйткені түркі халықтарының кәдімгі ең мықты кезеңі осы алтын орда дәуірлеп қарыштап. Бірақ былай ол не қылмаймын, бір ешітатын әңгіме, цивилизация деген өркениет былай қарағанда. Өркениет уже тарихтан белгілі, ешбір ол үлкен империя болсын, оның қарсыластары әлсіз болсын, бәрі түбі келгенде ол ыдырайды. Себебі ол бірнеше 3 басқыштан тұратын системадан өтеді бәрібірде. Мысалы, олай болатын болса, ол дәуірінде Римді де ешкім құлайды деп ойлаған жоқ. Алып империя мысалы. Қаншама өркениетті де орнатты, жол салды. Қазіргі Италияға барсаңыз, сол Рим дәуіріндегі жолды әлі күнге дейін сақталған. Мысалы, барлық жолдар Римге апарады деп тектен-тек айтылған. Ол дәуірде жолдардың сапасы. Енді әрбір мемлекет ол құрылады, дамиды и ыдырайды. Болды, осы 3 сатыдан міндетті түрде өтеді. Просто ол уақыттың еншісінде. Қалай, қай жақта, ненің себебі, ол кішкене бірдеңе себеп болуы мүмкін оғанда. Немесе үлкен, мысалы алтын орданың ыдырауынан бірінші ішкі таластар дұрыс айтады. Кейін мына жаңағы билік деген мәселеден келіп шығады, Тоқтамыстың билікке деген ашкөздігі. Алады Ақсақ Темірге барады. Давай, маған көмектес, мен жаңағыдай алтын орданың тағын иеленуім керек. Ақсақ Темір көмектеседі. Ол да өз әскер күш жинап, жаңағы өзін аренаға жайлап келатқан басшы. Келеді, көмектеседі, иелейді хан тағын. Алады да Москваны өртей салады да тоқтағанбыз. Кейін алады да уже билікті сезініп, өзінің жаңағыдай мен ұлымын деген оймен масайрап Ақсақ Темірдің өзіне қарсы шабады. Ақсақ Темір оны 3 рет соғысып жеңіп, ақыр аяғында уже алтын орданы ол Ақсақ Темір соғысында алтын орданың аймағын ол өзіне бағындырған жоқ бір қызыға. Просто ол жаңағы өзіне қарсы жауап берді. Нәтижесінде алтын орда соңғы уже Ақсақ Темір соңғы өзі қимылдап тұрған соңғы нүктесі болды ғой.
15 ғасырда уже Ыдырат кетті. шықты. осы жерде мындай сұрақ, бағана біз айтамыз ғой, әмір темірдің бағана шапқыншылығы қазақстан жерінде шығыс тишестегі біраз қалаларды не істеді дейді, қиратты, өзінің кері әсері дейсіз, таяқтың бір ұшы сарайшыққа да тиді ма мысалы? Сол мәселе бүгінгі дейді енді өзіміз қазір Ташкентке, Москваға немесе басқа да ғылыми жобалар бойынша архивтерге барып келеміз. Мысалы Самарқандта да болдық, Ақсақ Темірдің өзінің дүниеде өткен жері. Онда экскурсоводтар келіп айтады, сонда карталарын көреміз. Біз үшін қызық. Ақсақ Темір келді, келмеді деген вопрос, сұрақ. Лаэти жайықтыда да айтады ғой, тоже Ақсақ Темір сол жерде не істеген, қоныстаған деп. Енді ол белгісіз, барлығы бұл жазба деректер. Мысалы бағана әңгімеміздің басында бір мәселеге айтайын деп ұмытып кеттім. Мысалы біз көшпелі халықпыз дедік қой. Әрине көшпелі халық өз дәуірінде гүлдеді, территорияны басып алды, оған күмән жоқ, көптеген жаңалықтар тапты. Бірақ осы жерде біздегі бір минус, қазіргі күнде минус деп айтуыма өз ойым енді, минус деп айтамын. Бізде жазба әдебиеттің жоқтығы. Негізі ауызбен деп ұра бергенбіз ғой. Мысалы енді өз дәуірінде ауыз әдебиетіне ешқандай менің нем жоқ. Просто енді қарап отырсаңыз, ауыз әдебиетінде айтылады әңгімелер, бірақ енді бүгінгі таңда бәрі зат дәлел талап етеді. Мысалы дәлел талап еткенде ол қаяқта айтқан, мына жырда айтылған, жырда кім айтқан, баяғы адамдар, ол рас па өтірік па, ешкім дәлел жоқ. Мысалы психологиядан анықтауға болады. Мысалы қазір мына жерде осы жерде 5 адам отырмыз, үшеуміз отырған жерде мысалы бір әңгіме айтсам, осы әңгіме мысалы сіз мысалы басқа әңгіме, ол басқа жаныңыздағы кісілерге айтасыз, ол 15-ші адамға барғанда ол мендегі изначально несі, көрінісі, формасы өзгереді. Сломанный телефон. Әмір Темір оказывается сарайшыққа қонып шыққан екен. Сондай мәселе болады. Сол секілді де жаңағы жырда ауызекі әдебиеттердегі мәселелердің қаншалықты рас, қаншалықты жалған, себебі атадан балаға өтіп келді. Дұрыс, бала жаттаған болуы мүмкін, бірақ бәрібір бірдеңесін ұмытып қалған болуы мүмкін. Пенде ғой. Енді сондықтан да мысалы мен университетте бірінші курсқа жаңағыдай дебат болды. Бірінші рет сол дебатқа қатысып көрдім, одан кейін бірақ дебатқа қатыспадым, білмеймін неге екенін. Төбелесіп болып кетті дейсіз. Жоқ, төбелесіп кеткен жоқ. Бір түрлі аргументтер кейіннен тарихи ол жерде шындыққа да емес, просто әңгіме болсын деп айтылып кетті бір-екі аргумент. И сол жерде не қылдым. Дебатқа мен қатыспай қалған себебім менде де андай ғой, дұрыс емес деп жеңу үшін жұмыс жасалады да. Бұл жерде ақиқатты анықтау емес, дезинформация кәдімгі. Мысалы қазақ тарихында орыс зерттеушілерінің рөлі қандай болды деген сияқты. Мен айтам, үлкен өте. Бәрі қазір біз любой тарихымызды ашып қарасаңыз, мысалы Левшиннің, тағы басқа Радлов дейді, басқа Бартол бәрі кетеді мысалы, орыстың зерттеушілері. Мысалы немесе Қытайдікі. Оны дебатта жоққа шығару деген өзі ұтылым дейсіз ғой ол жерде. Қалай оны жоққа шығарасыз? Мысалы Қытайдың да мысалы Қытай неге мықты, Қытай өзінің тарихын ұмытпайды екен, қағазға жазылған ғой бағанағы. Әрбір династияның кезінен кейін кәдімгі барлық қағазға түсірілген жылнамалар ғой, қазіргі кезде бір енді көркем әдебиетпен немен жазбайды. Сол мысалы қарап отырмын, үйсіндерге байланысты, ғұндарға, қаңлыларға байланысты ақпараттар, тың ақпараттар Қытай жазбаларынан ол жерде Қытай нәрсе өзгерген шығар. Мысалы Сужи деген Шичи дейді да мысалы. Бірақ енді тағы бір мәселе туындайды, ол жазба әдебиет дегенде біз ал енді тарих пәнінің өзі бұл анық пәндер емес, енді жаңағы барлығы болжам негізінде. Теория, талжам, мысалы осы жерде бір неге байланысты осы жерде үшеуміздің үш түрлі пікіріміз болады демекші. Әрқайсымыз әртүрлі дерекке оқыдық, соған байланысты айтамыз дегендей. Енді оның ақиқаттылығын қалай анықтаймыз деген вопрос туындайды. Тарихта жеңгендер зат дейді. Тектен тек емес, мысалы Шыңғыс хан, мен өзім жеке ойым, постоянно айтамын осыны әр неде ортада. Мысалы Шыңғыс хан өз дәуірінің жаңағыдай қазіргі біздің тілмен айтқанда рекеті болған болса керек та. Егер ол мысалы рекет болмаса, енді былай көркем мінезбен барып тұрып, сен 200 мың әскер басқара алмайсың ғой. Отырар ашымдайсың. Ашағандар. Көркем бір мінез болу керек қой ол жерде, ана жерде. Енді сен 200 мың адам, 200 мың көзқарас, 200 мың пікір, ондай болу керек. Келеді Шыңғыс хан енді жаңағы отырарды басып алды да, мысалы жылнама тарихшысының қасындағы тарихшысы болады, жылнамашылар болады, айтпайды ғой, мен келдім, мына жердің бәрін қырып жойып, әйел бала шағаның бәрін өлтірдім деп жазып етпейді ғой мысалы. Өзі ал беріле салды, өйтті, бүйтті. Шамалы ішіне бәрі болмаса қосқан болуы мүмкін, менің ойым. Ақсақ Темірде сондай қарақшы болған дейді негізі. Бандитизмнен бастаған рекет. Сондай болған дейді, қарақшы болған дейді. Ол да мысалы сол билікке таласып сөйтіп шығып, енді ол кезде Шайбанидың ұрпақтарының ортасында
өзара тақтай үшін күрес болды да, мына Ақсақ Темір келді де, енді оның өзінің шыққан руы да Елсін. Барлас деген рудан шыққан. Енді Барлас ол моңғолдармен бірге келген ру. Түркіге жетпейді. Түркіленген Барлас бізге келіп тек ассимиляцияға ұшыраған халықтан болсын. Содан шыққан мысалы. Енді қарайтын болсақ, оқып отқан кітаптарымыздағы мәселелерге де біраз бір күмәнмен қарауымыз керек та. Былай өзіміздің анализдік осылай болған ба? Демек, болмаған ба? Енді менің ойым археология саласы, оның ішіндегі әртүрлі салалар. Нумизматика бар, эпиграфика бар. Заттай зерттейтіндер. Мысалы, олар сол тарихи оқиғаның анықтылығын әйтеуір толық 100% болмаса да бір 70-80-90% дейін анықтау мүмкіншілігіне ие болады. Мысалы, бір ұста мына құмыран жасап жатады да, келесі жылы, ал болашақта мындай деп ойласын деп мына жерін өтірік бірдеңе қосып жүрмейді ғой мысалы. Ол сол кездегі ситуация, халық мысалы соған түтін керек мысалы. Қазан, мысалы бір ыдыс керек тамақ ішуге, сол формасын жасайды. Оны ол жерде жалған қылу мүмкін емес. Кейіннен ол ана жаққа барып сынса, кейде бірнеше жүз жылдар кейін сынса, былайынша енді былай қарағанда ол солай жасайды. Мысалы тиынды да мысалы келеді да, ол сол кезде айналасқа соғады, штамппен солай басады, артына ханның аты, солған жылы ана мынау жасады болды. Оған ана жерде ешкім кинолог әкеліп, оның бүйтіп қырып отырып, оны жазуын өзгерте алмайды. Жылын өзгерте алмайды. Сол үшін қазір мен енді осы соңғы бірнеше жылдықта нумизматика, тиындарды зерттеу саласына қызығушылығым ашылып келе жатыр. Себебі 21 жылы бізде музейде 22-ші жыл ма? 21-ші жыл. 400-ге жуық күміс тиындар көмбесі табылды бір жерден, қарапайым. Бір жерден 400. Осындай шағын үйдің бөлмесі. Ұмытып кеткен ғой алайда. Класста. Бір қызық жайт, ол бір өте қызық жайт болды. Қазба жұмыстары барысында көлемі где-то 2 метр қарапайым шаруаның үйі. 4 бөлмесі бар, 4 қабырғасы бар. Кәдімгі жылу системасы жүріп жатыр. И полды таптық, еденді таптық. И барлығы енді ешқандай шикі кірпіш, барлығы жаңағыдай шикі кірпіштен жасалған дүние, ешқандай күйген кірпіш жоқ. Яғни ол неден береді? Ол адамның ауқатты адам емес екендігі. Бірден простой адам, шаруа. Енді просто сол таңертең бардық қазбаға. Просто қасымызда ойладым жоқ. 5 па 6 отряд бар. Әр отрядта 3 адамнан бар. Біз қасымда 2 жігіт, бір үлкен ағамыз бен бір жігіт бар. Жайлап пышақпен төменде полдың үстін бүйтіп шұқылап бос жер шықты. Шұқылап атсам, жылтырап аппақ өзінде домалақ қараймын, күміс деген қойдым жағы. Сөйтіп отырып, обедке 12-ге дейін 30 штук шықты ана жерде. Эмоция береді шығар. Керемет. Сен оған енді азат енді действительно. Индиана Джонс. Кәдімгі күшті қаным тағы шығам екен деген мәселе. Сосын әветке кеттік. Жетекшіміз, сол жерде отрядтың жетекшісі болды, Амангелді. Бәрі жиналып қарап тұрған жоқ па, не шығарып келмеді? Жоқ, баста ешкім ойлаған, айтпадық па. Енді где-то метр жарым, 2 метр тереңдікте отырмыз ғой енді. Тереңдікте отырмыз, әркім өзінің отрядтарында қазып отыр. Бізге өзімізге бір отрядқа 4 сектор беріледі, 5-ке 5 метрлік, мысалы 20-ға 20. 10-ға 10. Сол жерде өзіміздің бір секторды қазып жатырмыз. Шықырады, соның бәрі сағат 12 болғанда уже біз әветке кетеміз. Сол кезде жаңа жетекшімізге бердім, міне 30 деген. Оқ деген қуанып кетті уже. За обед. Бірден берем, тауып алған. Енді премия береді дейсіз мен. Премия, жылдың аяқтарында түрлі премиялар болады. Енді былайынша және сіздің ойыңызша мысалы қанағаттанасыз, мысалы негізі көп берген дұрыс па? Шетелдің практикасында мысалы алтын тостаған тауып мысалы олай деген сияқты. Жоқ, мен өзім қанағаттанамын. Мысалы біздің археологияны салауымға не бере ма ол дейтін. Жоқ, білмеймін, енді қазір біздегі музейдегі мысалы менің жалақым өзіме жеткілікті. Жақсы, қанағаттандырады. Көп болған жақсы емес па ол дейтін? Шетелде кәдімгі ол дейтін не ғой? Көп болған, енді қай кезде көп болады, қай кезде көп деп айта аласың. Мысалы сен керекті маман болсаң. Мысалы жоқ, керекті мамандардың бармайтын себебі де артта қалу немесе халықтан непопулярный болу себебі сол ақшаның аздығы сияқты. Керекті мамандар менің ойымша бір жерде айлыққа жұмыс жасамайды. Мысалы маған бір археолог айтты, біз енді ғылыми тарихта болады. Таста күннің астында қолына кесечка ұстап жүресің, жақындайтын жер емес, айлығын айтпай ақ қояйын енді деп кәдімгі біздің жылайымызға жүр. Әйтпесе біз ана кішкентай кезде мумияның бәрін көріп өскенбіз ғой бағанағы. Басына не қорау. Қазір археология жалпы археология саласында көзқарас өзгерген. Себебі қазір археология Алматыдағы археолог Алке Хақанұлы Марғұлан атындағы археология институтының басшысы өзіміз жас жігіт, ол да көп
орта жастағы жігіт, ол ғылымға өте не жақын. Өзіміздің біз қазір музейдің директоры да сол соңғы 5-6 жылдан бері нақты ғылыммен қазір осы күнге дейін 3-4 ғылыми жобаны ұтып сол жобалар бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ол ғылыми жоба дегеннің өзі бізге айлықтан бөлек қосымша жалақы. енді бұрынға қарағанда қаражат жағынан жақсы өте жақсы, өте жақсы. енді мынандай нәрсе ғой, мысалы бағана біз алтын орданың бағана әлсіреткен билік үшін талас тартыс деген сияқты нәрсе. Тарихи маған бір не келіп отыр, салыстыру бар ғой. Мысалы Константиннің кезінде ең бірінші христиан діні мемлекеттік дін ретінде қабылданды ғой Римде. Оның мамасы христиан болған екен да. Сөйтіп христиан дінін Константин қабылдайды. Сол Константин сол кезде Рим империясына христиан дінін дін ретінде жариялауы, қазір Америка тұрып біз мұсылман мемлекет боламыз деген сияқты вау сенсация болған нәрсе екен да. Сол жаңалық болған екен. Сол бірақ сол Константин христиан дінін қабылдайды. Одан кейін балдарына бөліп кетеді ғой. Сен мына жағын қарайсың, шығыс дені, сен мына батыс Римді қарайсың деп. Содан кейін барып алауыздық әлсіреу бастады. Содан айта кетейін дегенім, біздің өзбек ханнан кейін де келіп басталды ғой Жәнібектен Бердібектің кезінде. Тарихи бір құттай ұқсастық бар, байқайсыз ба? Тарих қайталанады дейді сол ма сонда? Тарих қайталанады деген сол, иә, бәрі ұқсас, бәрі процесс. Мотив па қалай айтсақ болады? Мысалы жаңа айтты ғой, мысалы үйсін, сақ, ғұн, сармат деп айтамыз, қаңлы, қыпшақ дейміз да, мысалы. Сұрақ туындайды да, мысалы олар қайда қазір деген. Мысалы мектеп оқушыларына барсақ, олар мысалы сақ сарматтарды алайық. Ондай емес қой, мысалы бір жерде 100 мың халық өмір сүрді да бір уақытта қырып қалмайды. Ол просто уақыт өте келе ана жерде салты өзгереді, басқа жақтан халықтар қосылады, и потом ғылыми деректерде мысалы сақтардың атамасы кейін үйсін болып өзгерген болуы мүмкін. Одан қаңлы болып өзгерген, сол қыпшақ болып өзгерген. Сөйтіп тарихи сабақтастық өзін ары алып кете береді. Сондай негізі үйсіннің құрылуына байланысты айтады да, как раз сол біз балаларға үйсінді құттай тереңінен үйретейінші деп Қытай деректерін аударған бар екен да. Соны қарап отырып, мысалы былай екен, ең бірінші ғұн империясы құрылған кезде олар юэжилермен соғысты, ұлы йозылармен соғысады. Содан кейін ұлы йозылар бір ширек ғасырдай соғысып, бағанағы Мөденің баласы Лаушанның кезде толыққан жеңіледі. Енді Лаушанда андай ғой, енді қатты бір ашу алып кетсе болады, ашу алып кетсе керек. Бағана сол юэжидің билеушісінің басына тостаған жасап қояды ғой, шарап ішетін. Сөйтіп баратса сол бағанағы сол жерге сыйыспай қашқан бағана юэжилер бірінші жетісу жеріне келіп қоныстанады дейді. Ал ол кезде босатқан жер болмайды, жетісу жерінде Тиграхауда сақтарының нелері бар дейді, ұрпақтар. Енді айтайын дегенім, содан кейін бар бұлар тоже үйсіндермен енді ғұндар бірігіп юэжилерді Орта Азияға қарай ығыстырады. Содан кейін бар ана жерге үйсіндер келеді. Сол кезде бағана ассорти қалыптасып, үйсін бағана юэжилер де көшкенде толыққан көшіп кете алмай, бір бөлік алып қойған екен, юэжилер қалған. Сосын кейін бағана бұрынғы сақтар бар, сөйтіп бір ассорти болып, жетісу өлкесі жаңағы әртүрлі халықтардың үйсін руы қалыптасқан дейді. Ұлы жүздің негізі тайпалар солай қалыптасқан дейді. Тарих дейтін бізге как будто жойылып кеткен сияқты. Сөйтіп түсіндіреді ғой. Мысалы, анау болды, одан кейін мынаулар болды, одан кейін мыналар болды деп андай үсті-үстіне өйтіп тұра береді да. Бірақ та жүйе мен тарихты мысалы бір сұрақ қояды, типа қалай үйренесіз, қиын емес па тарих, осылай жыл көп қой, сан көп қой, адам аты көп қой дейді да. Оны маған үйреткен бір Атырау университетінде бір ұстазымыз болды, Гүлфайыр апай деген. Сол кісі дүниежүзі тарихтан сабақ береді. И айтады, ол кісінің өзі мысалы тарихтың, енді тарих ол белгілі жүйеден тұрады. Шынжыр секілді ізбе жаттап ұғып алған да. Кімнен кейін кім келеді, кімнің әсеріне кім келеді, анау мен анаған қалай байланысты. Логикасын біліп тұрады. И сен де сол бағытта білсең, мысалы бірінші сақ сармат болды ма, одан үйсін болды, қаңлы болды ма, қыпшақ болды ма, алтын орда болды ма, қазақ хандығы болды ма, соған қарай уже оқи берсең, уже ана жүйе өзінің орнын табады. Сосын бір қызығы бізде Қазақстан тарихы келеді да, параллельно дүниежүзі тарихы келеді да, и біздер параллель жүргізе алмаймыз, мысалы мен бар ғой. Мысалы мұнда мысалы Қасым хан болып жатқанда Европада не болып жатыр да, бірақ мына жақтың бөлек линиясы бар, оны бөлек оқимыз деген. Ол мәселе. Оказывается, тарихтың логикасын білетін болсаң, тест білмесең, кейбір сұрақтар білмей қаласың, логикамен шығарасың. Так, ана кезде болды, так, мына жауап по-любому болмайды дейсің да. Вероятность төмендетіп, примерно жақсы сынап шығасың. Тест мысалы ұбт тестінде мысалы кейбір өзім танитын, енді мен өзім шын айтайын, ондай мектепте сабақ беруге тәжірибем жоқ, ұбт-ға байланысты да. Бірақ енді өзімнің дайындық тесттерімде былай айта аламын оларға, не айтасыз дегенде. Айтамын, жаңағы оймен, миымен жаттамаңдар деп, көзбен жаттаңдар. Мен өзім практикамнан өткен. Мысалы тесттен бүйтіп қарап кетесің,
ол миың қанша миың жаттағанымен ол кәдімгі флешка секілді ғой, толып қалса уже басқа выбрасывать етіп бастайды, лақтырып бастайды, ықыстыра береді. Видеорегистратор дейсіз ба? Анау егер көзбен жаттасаң, көзің уже ана көз қабылдап алады да, тестке барған кезде анау миға сигнал береді уже. Мен де өзім байқалған неше рет. Мен бәрімізде сол анау анау дұрыс деген сигнал береді. Ана бір кинода бар ғой, ана шетелдік кинода. Уилл Смит ойнайтын. Типа адамдарды алдап соғатын. Оперист. Фокус сияқты. Сонда Қытайдың несін 55-ті миына запрограммировать қой, көзі, құлақ, есту жүйесі бәрі. Жайлап неседі, подсознательный уже сознаниесі ұрып қояды. Сол секілді жаңағы көз көрген жерде, бәр жерде. Сен мысалы кетіп баратып, 55 тіке қарамағанмен де сен айналаңнан көріп, соны бәрі байқап тұрасың. Ана сол да тестілі сондай да. Сен мысалы тек дұрыс жауабын мен қарайтын, сұрағанда оқимын да, дұрыс жауаптарын белгілеп қоямын бірінші. Дұрыс жауаптарын ғана қарап кетемін болды. Бір-екі рет сөйтіп қараймын, оқимын. Қараймын. Тесттің кезінде ана сознание уже береді анаған. Міне деп сигнал. Назарың соған қаталып тұрады. Басқасын көрмейсің ғой. Сондай. Әйтпесе былай жатып бірінші курста тәжірибе жоқ қой. Кәдімгі миың айналып жыларман болып, кейіннен барып ана просто көзбен оқи береді. Даже сұрақты оқымайсың кейін. Просто сұрақ қарайсың, жауап қарайсың, сұрақтан жауап қарайсың. Қызық мәселе, мен өзіме айттым, өзім туған жерім енді Өзбекстан, Қарақалпақстанда туылғанмын ғой. Ол жақтағы оқу системасы қазіргі президент келгенге дейін бір қиындау болды, өте қиындау болды. Біз ол жақта жүрген кезде енді мынандай бір түсінік болды, ұғым болды. Өзбекстанда оқуға кіру қиын, бірақ оқу оңай. Қазақстанда оқуға кіру оңай, бірақ оқу қиын деген ұғым болды. Неге? Байқадым, тестіндері айырмашылық бар. Мен мына жаққа мысалы мен өзім қазақ мектепте оқыдым, 9 жылдық қазақ тілін оқыдым, әдебиетін оқыдым. Сосын Қазақстан тарихын мүлде оқыған жоқпын, дүниежүзі тарихын оқыдым, кейін бітіріп, математиканы шамалы не қылдым. Мына жаққа келген кезде мен КТА тапсырдым, 4 пәннен тұратын. Н сияқты, тек не жоқ. Сонда қазақ тілде мүлдем дайындалған жоқпын. Мына жаққа мен келгеніме 3 ай 2014-тің жазында келдім, жаздың көктемінде келдім, 3 ай дайындалдым болған. Қазақ тілін сәл оқыған жоқпын, дымды. Дүниежүзі тарихты оқыған жоқпын. Математиканы да шамалы көремін. Тек Қазақстан тарихын оқыдым болған. 3 ай Қазақстан тарихын оқыдым. Болды. Сөйтіп 20 тесттің 17-сін істедім. Қазақстан тарихынан. Дүниежүзі тарихтан 17-сін. Қазақ тілден 17-сін істеп тұрмын. Баяғы мектептегі базалық біліммен. Бәрінен 17. Жасында бізде енді Өзбекстанда тесттің деңгейі өте қиын. Мына жақта әрбір блок, мысалы Қазақстан тарихы болсын, математика болсын, дүниежүзі тарихы болсын, қазақ тілі болсын, дұрыс жауапқа 1-ге 1 балл беріледі. Болды. Ол жақта мысалы сенің басым блогың болады. Мысалы мен тарихқа кіретін болсам, Өзбекстан тарихы 1-ші орында тұрады да, оның әр дұрыс жауабына 3 балл беріледі. 2-ші орында тіл тұрады, ағылшын тілі, оған 2 балл береді. 3-ші орында математика, оған 1 балл береді. 3-2-1. 3-2-1 сондай деңгеймен тұрады. Мысалы общий 36 сұрақтан болғанда 108-дей сұрақ болады. Жалпы сенде сонда сен 210 ба, 215 балл максимальный балл. Сол кезде жинау керексің. Енді сұрақтың деңгейі де ан жақта жоғарыда отқан тест құраушылар, оларда ол кезде менің ойымша қазір мынандай түсінік болған секілді. Сұрақтың деңгейі қанша қиын болған болса, бала сонша білімге құштар болады дегендей. Менің ойымша. Себебі Өзбекстан тарихының сұрақтары мындай болатын тұғын. Бағана сіз айтып кеттіңіз, сабақтастық деп, дүниежүзі тарихы мен Қазақстан тарихы. 1865 жылы, мысалы Англияда паровоздар, өндіріс революция болған жылы, Өзбекстанның мынандай облысында не болды деген сұрақ келеді. Сондай сұрақ келеді. Сосын мынандай сұрақ келеді. Қиын болды оқуға түсетін. Сосын мынандай сұрақ келеді. Төмендегі сұрақтарды салыстыр дейді. Астында 4 вариант беріп қояды, 5 вариант беріп қояды да, айтады, Ұлы Отан соғысының мына батыры мен мына батыр не байланысы бар, мына мен мынаның не байланысы бар, сондай сұрақтар. Яғни мида не пайда болады, карта пайда болады. Оқу керексің деп тұр ғой. Просто вариант жаттап күтпей алмайсың. Және мынандай бір сұрақ қойшы. Бағанағы сіз айттыңыз ғой, Өзбекстандағы мектепті бітіріп, КТА тапсырдым дедіңіз, дұрыс қой? Біз оқуға түстім дедіңіз. Мен мынандай нәрсе болып тұр. Мысалы, менің ойымша қазіргі ұбт-ға дайындайтын Қазақстанда білетін шығарсыз, енді Жүзғұрт деген бар, әртүрлі жеке мысалы мектептер бар, дайындайтын жас мектептер. Меніңше сондай мектептердің ашылу себебі
жалпы мектептің өзі бар ғой, осы мектептердің өзі сапалы білім бере алмағаннан кейін балалар қосымша білімді іздей ма дейтін сұрақ та. Негізі мектепте білім дұрыс болатын болса, бағана қосымша НТХ-дан дейтін орталықтар өміршең болмас еді деген сияқты. Ол меніңше ондай емес. Ол мектепте білім алуға болады. Мектептен берген біліммен де. Себебі мектептегі сен оқулығыңда сен ұбт-ға ана жаққа барсаңда сен басқа оқулықты алмайды ғой. Мысалы мемлекеттік стандарт бойынша белгіленген оқулықтардан алынады. Просто бұл жерде адамның жеке психологиясына байланысты болса керек. Мысалы тегін деген заттың өзі бәрі айтып тұр. Біз енді мына не десем болады, совет мысалы барлығы тәуелсіздіктің арқасы ғой. Мысалы қарап отырсаң, неге олай деп айтып отырмын? Себебі еврей халқы бар, мысалы Израиль мемлекеті. Ол өздеріңізге белгілі, еврейлер сонау Рим дәуірінен бастап бодан болып келген әртүрлі елдерге. Қуғынға ұшыраған, мысалы Гитлердің өзі де оны қуғынға ұшыраған. Шипшықандардың бәрі соған. Мысырда тиіскен, Бабылда тиіскен оларға бәріне. Сонда олардың бір әдемі бір несі, құлдық санадан құтылмайынша мемлекет ары қарай дамыта алмаймыз деген ой болған. Яғни олар мысалы Бабылдың бодандығынан, Бабыл деген мемлекет болды, соның бодандығынан шыққаннан кейін 75 немесе 100 жылға жуық, бір ғасырға жуық мемлекет құрмай келген. Сонда жаңағы жоғарғы буын, жаңағы бодандықты көрген ұрпақ, ол ығысатта жаңа буын келіп қалыптасады. И алатта жаңа буын, жаңа көзқарас, жаңа ой, и ол период басады. Уже ана жерде ол аяғы не жоқ, бодандық система жоқ. Бізде де осы мысалы Совет одағын көрдік, барлығы мемлекеттікі деген ұғым болды. Мысалы мынау мемлекеттікі. Уже оған біз не қылмаймыз. Жанашырлық жоқ. Мемлекеттікі. Мемлекеттік. Сынса тағы. Сол секілді қазіргі оқу орындарында да мысалы сол тегін болғаннан кейін көпшілік жағдайда қойшы деп қол сілтейтін сияқтымыз. Егер ата-ана баласын ақылға берсе, уже ата-ана өзінің қалтасына финанс кетіп отырғаннан кейін. Бакалаврда ақылға оқығанда сабаққа бармай ана жақта мамаңның қиналып жатқан есіңе түсіп, алып киініп. Жоқ, бір жағынан ата-ананың өзі де балаға қарайды. Сен репетиторға барғанда оқып жатсың ба, оқытқан жоқсың ба? Неше ақша төлеп жатырсың? А сен жеке мектепке барсаң, ол ондай не қылмайды, ол бәрібір тегін. Сондай ма? Мысалы мен өзімді шын айтайын, осы АГУ-ға түскенде де, магистратураға түскенде де ешқандай дайындықты көрген жоқпын. Просто әркімнің адам, мысалы да айтады да, менің бір досым болды, осында АГУ-да бірде оқыған, бірақ жасы 92 жылғы, менен үлкен жігіт. Сонда Ираннан келген қазақ, мен өзі шетелден осы АГУ-де шеттен келген қазақтармен көп оқыдым. Сонда қасымда Қытайдан келген қазақтар болды, өзім Өзбекстаннан келген, Монғолиядан келген болды, Ауғанстаннан келген болды, Ираннан келген болды, жан-жақтан келген болды. И менде енді тарихшы ретінде ме, либо өзім жеке қызығушылығым ба, қызық болды мен үшін. Мен әңгімелесу, олардың сана сезімі қалай, ояқтағы Монғолияда қалай болды, қалай қазақтар қалай өмір сүрді, қалай қалыптасты менталитет. Сонда бір қызық жайт, мына СНГ елдеріндегі қазақтарда мына ұятау қой құрсын деген мәселе басымда әлде де. Мысалы, қазір мысалы өзіміздің бір досымыздан бір ноутбук немесе телефон сұрайсақ, жоқ деп айтуға қиналамыз. Немесе біреуге беріп жібердік, немесе бұзылып тұр еді деп айтамыз. Жоқ десек, бір түрлі ренжитін секілді досымыздың. А енді Ираннан келген жігіт, содан сұрайын, университет оқып жұмыс, мен өзім жеке ноутбук жоқ, бір жұмыс жазуым керек. Сұрайын, ноутбугын бере тұрасың ба дейді. Бірде маған айтты, жоқ деді. Қарап қалдым. Непонятка уже, анамды не естіпегенсің. Бірдеме күтіп тұрсыз. Жоқ, просто жоқ. Неге дедім ғой? Неге дедім? Жүніс деді, екеуміз енді бір жатақханада тұрып жатырмыз. Жолдас болдық, дос болмаса, жақын болмаса, дос болдық. Қазір менің ноутбугым істеп тұр дедім. Дейді да, егер саған бердім, бір сағаттың ішінде не болатынын білмейміз дейді да. Ол бір жер бұзылып қала ма, маған келгенде бұзылып келсе, екеуміздің ортамызға сыз түседі деді. Лучше бермей-ақ қояйын деді. Ол дұрыс емес болғанға қарап. Бұл бір жерде, бір жағынан ол жерде ренжи алмайсың, болды жаңа әңгімені естігенсің. Біртүрлі болып қаласың. Біртүрлі де болмадым, шыны. Былай қарағанда уже ана момент айтып тастады, кенен мың өтірік қылмайынша артынан. Себебі анау бер жүрдім деп коммунисталар көріп қалған жағдайда болып тағы сыз түседі. Енді екінші жайт жаңағы ағылшын тілін ол жетік білетін болды. Жаңағы американский акцентті ол өте жетік кәдімгідей. Сосын мен бардым бір күні. Осылай мен ағылшын шеруіші дедім. Қасында жиын отырып тағы жоқ деді. Неге дейсіз ғой? Енді жаңа сен менің досымсың деді. Досым болғандықтан сен мені мұғалім ретінде көрмейсің деді.
мен берген заданияларға сен дұрыс көзқараспен қарамайсың. Енді объективті. Менің уақытым кетеді деді. Шындықты Уақыт сынап тұр ана жерде. Уақыт санайды. Менің уақытым кетеді деді. Кәдімгі қарасаң бір жағынан дұрыс. Ана әңгімесі одан кейін уже ана затшыға да қорқады. Сен айтамын, родной уақыт жоқ болып ай өтпеш. Сондай. Үйде бала бар ғой білесің ғой. Сондай бірдеңемен айтады. Ана жерде сен точно айтсақ саған уже бағанағы мектеп мәселесі де сол. Мысалы сен өзің жеке настрой қойып алсаң да жаңағы белгілі бір бағытқа дайындаламын. Енді ол кейбір жаңағы математика, физика деген анық пәндерге әрине ол репетитор керек біледі. Енді мен өзімнің случаем тарих, ол тарихты оқысаң өзің білесің айтамын. Иә, негізі репетитор дайындауға. Соны ойландым да просто өзім оқыдым бұған. Просто менің қасымда мұғалімдерді біз жақта айтқандай баланың дайындық системасы бізде өте бір қазір енді босады. Менің кезімде ана система деген мынандай болды, короче. Бір репетитор болды. Қаралпысында. Бір репетитор болды. Ол кісі енді типа балаларды оқуға кіргізу көрсеткіші пайыздық көрсеткіші бар. И оған бүкіл спрос адам балдар аппарат адамдар ата-ана. И анадан отборына өту үшін сен бір апта оқисың. Бір апта бөлек оқисың. Сосын оның таңертеңгі курсында 200 бала оқиды. Кеш әбеттен кейінгісін 200 бала оқиды. Сонда 400 бала. 400 бала отбордан жүресің. Бір аптадан кейін алдыңа 1000 тест лақтырады. Жаңағы бір апталық курс не бойынша. Мысалы бір күнде сен 5 тақырыпты өтетін болсаң, бір апта жетіп 35 тақырыпты алдыңа тақырып бойынша 1000 тест лақтырады. Содан 800-ін істесең, сен отбордан өтесің. 1000-нан 800. Енді мынандай сұрақ қойсам болады ма? Біздің үйде сол Қарақалпақстанның бір жігіт жатты, үлкен жігіт. Енді нақты атында айтпай ақ қояйын. Мысалы андай дейді да, бұл сайыстыққа байланысты Қытай. Біздерде Қарақалпақстан енді Өзбекстан автономиясы болғаннан кейін біздің балдарды мысалы олимпиадалардан, спорттық білімдік олимпиадалардан Қытай құлату, аяқтан тарту бар дейді өзбек ағайындардың ішінде дейді. Бұл рас па әлде енді субъективті нәрсе ма қалай? Өз басымнан өтті ол. Менде себебі тарих деген қазір қандай екенін білмеймін, бірақ енді мен қазір осы Атырауға келгеніме де 10 жылға таяу уақыт болды уже. Менің кезімде мынандай өзім тарихқа 5-ші сыныптан бастап қызыққанмын. Тарих пәнінің мұғалімім Рахат деген кісі болатын. Кәдімгі образно мысалы көшеде осылай келіппіз. Мен мектепке үйім жақын, ол кісі Қарама-Қарсы жақтан келді. Случайно көшеде болған әңгіме. Сен тарих жағы қызығасың ба деді. Мен 5-ші сыныппын ғой өзде. Түрлі бәлеге еліктеушіліктің басым. Иә деген. Дайындаламыз ба деді. Жақсы дедім. И ол бастап кеттік уже. Жақсы екен мұғалімдер өзі. Сол бастап кеттік та ана кісі барлық олимпиадалар қызық деп түсіндіргенде мындай. Ол кезде енді алдыңа 6-шы сыныптың кітабын нақтырып, мен өзім 5-ші класпын. Күніне 10 тақырып оқы деді. Таңертеңнен 12-ден сабағым болады. 1-де тамақ шайым ішіп келемін, 2-де келем. 2-ден бастап кешкі 6-ға дейін есіктің сыртынан кілттеп кетеді мені. Баяғы ет сүйегімен деген мәселе ғой. Телефон бермейді, алып қояды. Сосын дайындайды. Оқып отырамын. Бір сыныптың ішінде бір өзім отырамын. Басқа класстан балалар мысалы басқа шаруамен айтады, ой ешқайсысын босатып алады, барлық мектептегі шаруалардың бәрін босатып алады. Дайындайды тек болған. Мысалы бір аптаның ішінде 6-шы сыныптың кітабын бітірдім сол кезде. Бірақ бір пайдасы бүгінгі күнге дейін ол жаңағы анада әңгімелер мына жерде бар. Жаңағы тасқа қойылған білім дегендей. Енді жаңағы сол кезде лицейге оқуға түстім, тарих бойынша тоже тарихты жалғастырып мектеп бітіргесін. Сонда сол олимпиадаға бардық. Сол жерде сондай бір ситуацияны өзім байқадым. Кәдімгідей ауызша жазбадан максимальный 50 балдың 47-сін жинадым. Тесттен максимальный балл тоже 50 балл, бірақ 16 жинады деп тұрды. Мен бірақ бітіріп... Бірақ 50 жинағыңыз бітті? 50 жинаған емес. Мен тесттің бәрін аяқтап болғанын черновикке жазып, тесттің бәрін дұрыс ответімен шығарып, сырттағы мұғаліммен тексергенде примерно 37 балл болды. И 16 балл жоқ. Қызығы, жазбаға операция бар да, тестке операция жоқ. И потом содан түсіндім, уже... Амал жоқ. Ол енді республикалық деңгейдегі отқан дүние. Сонда спорттан да мысалы бірдей болып тұратын болса, кәдім қалып тастайды деген сияқты. Енді бәрінде де бірдей емес болуы мүмкін, случай кездесуі мүмкін енді әр жерде. Қазір қандай екенін бірақ мен білмеймін. Сондай мәселелер. Енді жалпы енді
білім саласы бұл енді жаңағы не мәселесі дегенде Өзбекстан басқаша екен шын менде. қазір осы соңғы 5-6 жылдықта мына Қазақстан несі секілді білім жүйесіндегі жаңағы тест сынақтары секілді жүйеге өтіп жатыр. Енді баяғыдай жоқ, енді сияқты. Баяғыда енді жаңағыдай 400 баланың ішінен отбордан өтесің. До того жаңағыдай репетиторлар телефоныңды алып қойып, үйіңдегі той мерекелерге жібермеуге құқысы бар жаңағыдай ше. Ата-ана соған көнеді. Жаңағы баяғы медреселердегідей еті сенікі, сүйегі менікі болды. Сен балаңды оқуға кіргізіп бер. Сондай система. Кәдімгідей автобустарда кетіп қолда тест жаттап кетеді балдар деген. Мен өзім ондай болмадым енді, бірақ балдар сондай болды. Автобуста кетіп ұйықтап кеткен сияқты. Қазіргідей андай болды ма? Біздерде Қытай баланың басына бүйтіп қалса, Қытай айқайлап атан шауып қойып, ол жақта ондай тенденция бар ма? Жоқ. Қазір енді қандай қазір бар болса бар шығар. Қазір енді интернет жүйесі ол жақта да ашылып, халық бай сана несі шамалы көтеріліп келе жатыр ғой. Енді біздің кезде енді қалағанша ұрады. Енді біз ұрғаннан қорлық көрген жоқпыз. Енді әрине бұл жақсы болды қайта ұрған. Себебі өз орнында ұрмаса тағы да қиын ғой деген мәселе. Енді қазір енді оған байланысты баланың жас ерекшеліктерін психологиясына қарау керек деген ұғым. Сізге бір мынандай сұрақ қояйыншы. Қызық сұрақ. Археологтың бір күні қалай өтеді мысалы? Археологтың бір күні біз енді қалай мысалы таңертеңнен бастап қысқа таңертеңнен бастағанда біздің енді атыраудың табиғатына байланысты айтатын болсақ, таңертең ерте бастаймыз. Біз енді биылғы жылдың несімен айтайық, шамамен 35 метрге 45 метр аймақтағы жерді қаздық биыл. Үлкен аймақ, ол өте негізі кішкентайдан алу керек. Сол жерді қазып бастадық. Таңертең 7-тен бастап кетеміз, 12 дейін қазамыз. Жалпы күніне 7 сағат, 8 сағат санап жасайды. Болды. 12-ге дейін қазамыз, 12-ден кешкі 6-ға дейін демалыс болады, 6-дан 8-ге дейін жалғастырамыз. Себебі бізде күн ыстық, ортадағы не. Қазба жұмыстарында енді основном көбінесе ауылдың жастары, жас үлкен кісілер. Енді біз Сарайшықтың өзінде бірнеше жас үлкен кісілер бар. Бұл жаңағыдай мамандығы археолог болмағанмен, археология саласында жүрмегенмен, сол орта жастан бастап, археологтар келгеннен бастап, сол жерде жыл сайын жұмыс істеп жүргеннен кейін, былай практикасын көре бергеннен кейін, оларды былай шағын археологқа айналған. Біз барынша соларды алуға тырысамыз. Мысалы, сондайдан 4-5 адамды аласың, солардың қасына тәжірибесіз жастарды қосасың. Айтасың, мына жерде тапсырма бересің, бөліп бересің сектор-секторға. Құрметті осы бірінші етугенше, осы жерден қазыңыз, 1 күрек, 2 күрек. Бірдеңе шықса тоқтаңыз. Олар біледі. Азды болса да біледі. Қарайды, қазады. Демек, бір шамалы өзгешелеу болып тұрғанса саған хабарлайды. Жүріс осылай шығып тұр, қарай жүр. Немесе жаңа қасымызда басқа главный археологымыз бар, бас археологымыз, сол кісіге шақырамыз, білмей атсақ, ол кісіні шақырып, соны көрсетеміз. Демек, ол жер болса сызамыз, сол жерді қазбау керек, басқа жерді қазбау керек. Жалпы археологиялық экспедиция біздің Сарайшықтың жағдайында қарайтын болсақ, көбінесе енді ауылдың маңайында болғаннан кейін таза вайпы көп сезілмейді бізде. Неге? Себебі тұрғылықты үйіңде тұрасың, қазбаның орнына барасың, жұмыс секілді қайтып келесің, болды. Мен енді Өскеменде болдым. Андай Мысырда түйемен барып дейсің. Өскеменде болдым, 15 күн. Зейнолла Самашев деген археолог білесің өзің. Сол кісінің бастаған жазғы лагерінде болдым. Ақбауыр деген тарихи кешен бар. Сол таудың етегінде бір 500-700 метр тау бар. Сол таудың етегінде орналасқан объект. Біршама жүріп баратын жер. Жоқ, біршама жүріп барасың, сол жаққа барасың. Бұл қашанында тау бар, сол таудың етегінде. Жоқ, ана цивилизацияны алыс. Жоқ, алыс емес ондай. Өскеменнен онша қашық емес. Бір жерде 40 километр кәдімгі кетіп қаласың, қала көрінбейді. Қала көрінбейді, иә. Сол жерде уже ана жерде вагончиктер бар, палатка бар. Мысалы, қанғы жазда палат. Мен өзім мысалы одиночный палаткада жатасың. Тау тұрады алдында. Таңда ояқта таңда ерте жатады ғой, сағат 5-те 6-дан бастайсың жұмысында. 5-те обед завтрак бар. Бүйтіп ашып қалған кезінде алдында вид тұрды ғой әдемі. Таза табиғат. Уақытта енді жаздың күні ол кезде қатты неме болмайды, ыстық болмайды. Таңда салқын болады керісінше. Мен өзім тоңдым, бірақ өзге жергілікті Шығыс Қазақстан өкілдері, азаматшалары олар соған үйренген. Таңда кәдімгідей жеңіл футболкамен жүретініне таңғалдым. Бірақ шілденің қақ ортасында бір ыссы басталды, 30 градус. Бірақ сол 30 градусқа олар шыдамады. Маған рахат қайта 30 градус. Жұмыс істей береміз біздер.
айтып қоямын, батыста сондай бізде кәдімгі рахат мынау 30 градус. 30 градус қана мұздай суды бастарына қойып бүйтіп қиналып футболкаларын мұздай суға салып киіп кәдімгідей жұмыс тоқтап қалды сол 30 градуста қазба болмай қалды. Мысалы андай мысалы мумия дейтін кинолар Египетте қарап отырасыз ғой. Біреулер бағанағы европалықтар келіп қазан таққан кезде бір местный ақсақал келіп балам бұл жерде қазба, бұл жерде қазсаң қарғысқа ұшырайсың дейтіндей бір тиіспеңдер немесе мына нәрсе сұрағаннан кейін қарғысқа ұшырап кетті. Қызық бір момент болды осыған байланысты, бағанағы тиынға байланысты жаңағы 4 штук тиын таптым дедім ғой. Сол 30-ын тауып обедке дейін жаңағы тауып бердім ғой жаңағы жетекшіме. Сосын обедтен кейін жаңағыдай 6-ға дейін демаламыз. Сосын үйге барғасын обедімізді іштік, түскі асымызды ішіп болып демалып, бір сағат 3-тердің кезінде мына кеуде тұсында бір ауру басталды. Мына жерде. Ауырмайды бұрында. Ауырады, бұрын ауырмайды. Бірден мына жерде. Бір түйініп мына жерде болған, бір домалақ. Ойладым, жаңағы тамақтан біраз шұңған болармын деп жаңағы шытқа шығып неғып келіп қайтадан келсем, мына жердегі ауру мына кеуде тұсқа тарайды ғой өкпеге. Тыныс ала алмай қаламын. Мына мойымды мына жерде бірдеңе қысып тұрғандай болады. Жаңа ол тиынды 12-де таптым, 3 сағат өтті, сода аралықта болып отқан дүние. Сразу қорқып кеттім, совсем тыныс алмадым, 5 минуттей ма тыныс алмай қалдым. Демалам, мұрныммен де ауызбен де демалсам, мына жерге дейін келеді да алқымнан ары қарай өтпейді. Солай сияқты. Бір дұрыс жата алмай, арқамен жатамын, былай жата алмайсың, қиналасың жаңағыдай. Өйтіп сразу машина шақырып, ауылдық медпунктқа барып, сол жерде біраз жіберіп, сосын қалаға келіп, сол кезде қалада тұрамын әлі, қалада емделіп бір апта қалып қойдым. Сол кезде кешкі 6-да қасым металлоискатель құрылғымен барып та қалған 30-ын тапқан болсам 300-ден астам металлоискательмен бір-біріне жабысқан күйде тауып алды. Мен бірақ ауырып кетіп қалдым. Емделдім, кейіннен қарасам, асқазанда шамалы шара бар. Енді басталу стадиясы. Енді басталып кеткен. Сөйтіп врачтардан сөйтіп қараймын, әңгімелесем, сол бәріне сөйтіп айтамын. Бір кезде бір жақын досым, бәлкім арадан уже бір апта ма 2 апта уақыт өтіп кетті. Бәлкім содан бес шығар деді жаңағыдай. Бірақ оған дейін менде мына жерде ой салып жүрді. Менің жеке өзім жалпы археолог тарихқа қызыққалы бері ол мәселелерді білгеннен кейін өзімде ондай қорқыныш болған жоқ. Бәрі де сұрайды, мысалы музейге келген туристер. Түнде шуламай ма бақылау? Иә, мысалы сен сүйек қазасың, қорхананың ішінде жүресің, адам мейітін ұстайсың, түнде түс көрмейсің бе? Мен ондай ештеңе байқалмайды. Спокойно мен оны қарапайым күнделікті жұмысым ретінде қабылдаймын. Жаңағы хирургтар, моргта істейтін адамдар өздері жұмыс секілді. Менде ондай қорқыныш жоқ. Бірақ жаңағы жерде жаңағы адам сондай санаға ой салып жүрді, сондай. Ойлап қалдым, сондай емес пе екен дегендей ше. Енді андай бар ма мысалы? Сіздің өзіңіздің басыңызда емес, мысалы сарайшықта мысалы біреу жүріп осылай ашып қалып құтырып кетіпті, ауырып кетіпті. Ондайды негізі естіппедім мен оны. Енді естіппедім. Енді аңыз мистикаға келіп жатыр ғой. Осы алтын қайыққа байланысты. Алдында оқушыларымнан сұраймын, дұрыс айта алмады. Соның бір кімге байланысты, не нәрсе? Азап сарайшықта жаңа өзің айтқандай, мысалы сол мамандығың сол неге аңызға байланысты болғаннан кейін бірнеше сарайшықтың атамасына байланысты бірнеше аңыздар бар. Соның бірі мысалы сарайшық атамасы қалай пайда болған. Бір аңыздар айтылады, ханның, енді ол кім хан екендігі туралы нақты дерек жоқ. Бір деректерде Жәнібек хан дейді, басқа бір деректерде басқа бір хан дейді. Мен енді өзім сондықтан да нақты айтпай ақ қояйын, ханның деп айтайын. Қызы болады дейді, есімі Сара. Сонда хан сарайының жанына жалпы әртүрлі сұлтандар, ханзадалар келіп, жаңағы ханның қызын шақырады екен. Сарашық. Сол атама кинола лингвистикалық жаңа айтылуына байланысты, этимологиялық айтылуына байланысты сарашық, сарайшық деп аталып кеткен деседі. Енді екіншісі бір дерек, бағана Берке ханның ислам дінін қабылдауына байланысты осы сарайшыққа келіп бірнеше мешіт салдыртады дейді. Бір деректе де 4-еу дейді, бір деректе де 5-еу дейді. Сол мешіттің төбесінде айшықты алтынмен құяды екен. Сонда алыстан келе жатқан саудагерлер өздеріне жаңа күннің нұрына шағылысқан, жаңа айшық арқылы күн нұрына шағылысқан нұрлар жаңағы керуен жолындағы кісілерге бағдар көрсеткен маяк секілді. Сондықтан да жаңағы саудагерлер сарайшықтан шығып басқа қалаға барған кезде ол сол кездің саудагерлері қазіргі тілмен айтқанда қазіргі күннің WhatsApp, Telegram немесе ақпараттық жүйесі. Бір қаладан екі қала барғанда шақырып алады да
ей сен Не нені көрдің, Иә. ол жақта не жаңалық болып жатқан екен, не қандай жаңа ашылулар бар, жаңа не бар деп сұрағанда олар айтады екен, біз сары айшықты қаланы көрдік, сары айшықты қаладан келдік деп айтады екен, себебі күннің нұры сары болып түседі, осыдан сары айшық деп айтылады. Үшінші жаңағы алтын қайыққа байланысты аңыз, ол да бір ханның қызына байланысты. Хан қызына арнап хан сарайының жанынан көл жасап берді дейді, жасанды көл. Сол көлде қыз жанындағы серіктерімен бірге аққулар тамақтандырып жүреді екен. Сонда аққулар бұл жерден ұшып кетеді екен, қоныстанбай, себебі көлдің суы мұқият тазалықты талап етіледі, су алмасу қажет болады. Сонда таза болмаған судан аққулар ұшып кете береді де, қызы әкесіне барып өзінің бір шағымын айтады. Әке, осылай аққуларды осы тұрақты көлде бір амалын қылыңыз, аққулар осы көлде жыл 12 ай қалсын. Сонда әкесі бір деректерде алыстан келген саудагерлерден көп көлемдегі секер сатып алады да, оны көлге төккізеді екен. Сонда көлдің суы балдай тәтті болады да, аққулар балдай тәтті судан дәм татып, бас айналып немесе мас айланып осы жерде тұрақты қоныстанады екен дейді. Енді бір деректерде айтылады, соны ғылыми жағынан зерттеулерге байланысты, ана көлдің жанына сол дәуірде қант қамысын еккен дейді. Қант қамысы жаңағы қант қамысы еккеннен кейін ол суға дәмді не, қант қамысы дегеннің өзі жаңағы дәмді не, өзінің ферменттерін араластырып, дәмдендіріп, су тәтті болған болса керек дейді. Содан дәм татып аққулар тұрақты қонысады, бірақ қыз кенеттен дүниеден өтеді. Кейін ол қыздың бейітін әкесі жерлеуге қимайды, себебі ол дәуірде мынандай бір үлкен бір проблема, қабір тонаушылар болады. Жаңағы алтын бұйымдармен қойса қабір тонайды. Сонда әкесі біздің өзінің қызының жаңағыдай рухын аяқ асты болуын қаламайды. Сондықтан да бір айдан кейін жерленеді деп айтады қыздың, бірақ сол күннің өзінде, қайтқан күннің өзінде ешкім білмесе жерге барып жерлеп қояды екен. Сонда кейін ол жерленген адамдардың барлығын үшін көзін жойып, үшін бүгінге дейін сыр қайнады. Сыр қайнады. Енді осыған байланысты біз қазіргі таңда бірнеше аңыз негізінде ғылыми деректерді ұштастырғымыз келіп отыр. Себебі мына сарайшықта 2014 жылы сарайшықтың картасы табылды, топографиялық картасы. Оны мына өзіміздің Атырау облысындағы тарихи мәдени ескерткіштерді зерттеу орталығы деген мекеме бар. Сол мекеменің мамандары Москва, Ресейге жалпы археографиялық саяхат экспедициясы барысында осы картаны табады. 2014 жыл. Алексеевтің 1861 жылғы топографиялық сызбасы. Ол кісі осы жерге келген, сызған, дерек қалдырған. Ол картаның ол сол бір топографиялық сызба осы біздің сарайшықта қазір соңғы 2018 бен 2024 жылдар аралығында жасалып жатқан жұмыстар осы тікелей топографиялық сызбаның арқасында деп айтуға болады. Бір ғана карта біраз дүниеге бір сілтеу болды деп айтсақ болады. Неге? Біріншіден сарайшықтың бір үлкен проблемасын тоқтатты. Ол деген проблема жайықтың жағасын су шаю процесі. Осыған дейін мынандай бір не болды? Сарайшықты не істейік, оны көп жаңағыдай көзқарас төмен болды, себебі қаланың 80% бөлігін су шайып кеткен, қаладан ештеңе қалған жоқ деген ұғым болды. Сөйтіп айтып жүр. Бірақ енді картаның табылуы нәтижесінде қаланың 65% бөлігі сақталған. Енді біздің де уақытта негізі біраз болып қалыпты, кеш болып қалған сияқты уже. Сізге мынандай бір сұрақпен аяқтайыншы, сарайшықтың құрылуына байланысты. Енді бағана су шайып айтып отырсыз ғой сарайшықта. Осы сарайшықты әдейілеп жайықтың арнасынан бұрып жүрген Иван Грозный дейді, және де осы қаланы тонау барысында біраз құнды жәдігерлер қолды болды дейді да, мысалы тақ деген сияқты. Мысалы бағана сол жайықтың сағасын әдейілеп бұрып жіберуі, содан кейін осы құнды жәдігерлердің ұрлануына. Жаңағы ұрлану деген мәселе ол ақиқатқа жақын болса керек, себебі 1580 жылы Карамзиннің деректері бар, тағы бірнеше деректер айтылады. Казак орыстар сарайшыққа басып кіріп, жайық арқылы өтіп, бұл жерлерде барлық дүниелер тонап, қабірлерді ашып, ондағы мол олжаларды өздеріне олжа қылып алды деген айтады деген. Ал енді бағанағы жайықтың алтын тәж кетіп қалды дейді мысалы. Алтындағы алтын тәж дегенге әлі меніңше ол аңыз емес, сондай осы халықтың арасында әңгіме болса керек. Оған мен оны жоққа да шығара алмаймын, мақұлдай да алмаймын, елу-елу деп айтуға болады. Себебі оған нақты дәйек беретін архив деректері әлі күнге дейін жоқ. Енді бағанағы
жайықтың жағасының су шаю процесі деген ол мәселеде тоже ондай нақты әңгіме жоқ. Мысалы Иван Грозный келді деген. Бірақ Иван Грозный казак орыстарды осы жаққа бағыттады деген бар. Осы жаққа келді. Шабында. Иә. Бағана сол сөзімнің жалғасы Алексеевтің топографиялық сызбасы, ол осы жердегі 68% бөлігі сақталды дегенде, оның бүгінгі таңда біз цитадельдің орнын анықтап отырмыз. Цитадель деген ол қаланың негізгі әкімшілік орталығы. Рабат бар. Ол жерде хан сарайлары отыр. Егер цитадель әлі бүз-бүтін сақтаулы болатын болса, онда сіз айтқан жаңағы алтын тақ пен тәждің орны, тәжді әлі жер қойнауында болса керек деген сенсация ғой, алтын адам тапқандай сенсация бар. Енді осы топографиялық сызбаның арқасында қазір жайықтың жағасы бетон қабырғамен бекітілді толықтай. Тағы бір мәселе, бағана аңыз дегеннен келіп шығады. Осы Алексеевтің дерегі арқылы, жаңағы топографиялық сызбасы арқылы біз аңыз болмаса да халықтың арасында жүрген фольклорлық әңгімемен ғылыми деректі ұштастырдық. Мысалы Троя сөйтіп тапқан жоқ па мысалы? Иә, мысалы біз қазір Қасым хан сөйтіп іздеп жатырмыз. Қасым хан не істеп алған? Қасым хан осылай іздеп жатырмыз. Қасым хан сарайшықта жерленген деген, бағана цитадельдің ортасында әулие склеп деген орын бар, белгіленген. Сіз музейге барсаңызда көресіздер, болмаса оның несін де сіздерге жібере аламын, картасын. Сол жерде әулие склеп деген орын бар. Біз оны сол картаның негізін қазіргі Google спутник арқылы, жаңағы спутник карталар арқылы бүгінгі сарайшықтың көрінісімен сәйкестендірдік. Сөйтіп орналасқан орнын, әулие склептің орнын белгілеп алдық та 2019 жыл. Сол жерде қазба жұмыстарын жүргіздік. Қазір ол жерде 2 үлкен көрхана шықты. Аумағы 4-ке 4 метр. Негізгі ғимараттың негізгі бөлігі жер астында тұрады, күмбезі жер үстінде тұрады. Оған кіреберіс 3 метр ұзындықтағы дәлізі бар, коридор бар. Енді оның қызықтығы неде? Оның қызықтығы 2 көрхананың біреуінің толықтай алебастыр сылақтарымен сыланғандығы. Ішкі жағы сыланған осындай алебастыр дейтін не бар? Онда ақ бөлмелерде гипс секілді. Демек ол деген сөз күйген кірпіштен салынып, алебастрмен сылақтанып, яғни ол өңделген. Ол бірнеше еліміздегі орта ғасырлық мамандардың да өзінің несі бар, пікірлері бар. Яғни олар айтылады, қарапайым адамға ондай алебастрмен не салмайды, көрхана салмайды. Енді қандай аңыздық дерек бар? Мына Атырау өлкесінде Мырзағали Қажауов деген азамат өмір сүрген. Тайсойғанда туылған, Халидос Мұхамбетовпен замандас болған. Бір деректе айтылады, екеуі дос болған дейді. Екеуі бірге Орал училищесіне оқуға түсуге барғанда Халил түсіп кетеді де, бұл түсе алмай қалады, бірақ кейінірек оқуын жалғастырып, ол Атыраудағы білім саласында қызмет атқарады. Сонда сөйтіп жүріп, бұл сол 1900-дің бастарында ғой енді неге баратынбыз? Сарайшыққа барып, Ноғай шалдан Қасым ханның қайда жерленгендігін сұрайды екен. Ноғай шал айтады, осылай айтады. Сонда Мырзағали Қажауов өлер алдында кіші баласы Шоқан Қажауовқа өсиет етеді. Мен өлгесін бейітімді осы Қасым ханның жанына жерлеңдер. Мырзағали Қажауовтың өзі 1937 жылы өледі. Баласы Шоқан Қажауовқа өсиет етіп қалды. Шоқан Қажауовтың өзі 90-нан аса жасқа дейін өмір сүреді. Одан кейін оның жаңа 96 жылдары мына Атырау телеарнасы арнайы сұхбатпен сарайшыққа барып, сол Шоқан Қажауовтың сол сұхбатын алады екен. Осы Қасым ханға байланысты. Бірақ Өтепберген Әлімгереев деген ағамыз бар. Сол ол кісінің де сұхбатын алған кезімізде ол айтады, біз осы сұхбаттағы осы бөлікті қиып дейді. Себебі ол кезде нақты әңгіме жоқ, дерек жоқ, халықтың арасында артық резонанс болып кетеді деген ой болды. Ол сақталған. Сосын біз соның әңгімесінен кейін қасында жаңа телевидение түсірген кезде оның жиен немересі болды. Жиен немересі бүгінгі күнде мәдениет саласында қызмет атқарады. Махамбетте мәдениет үйінде ақын Серік Қойшығұлов деген ақын жігіт, өзі сол жас жігіт, ондай біз жас емес, енді сол 80-90 жылдар аймасында. Сол кісінің біз сол кезде өзі шамалы есінде екен, 96 жылдардағы сұхбат жаңа Нағашы атамның қасында болдым дейді. Сол әңгімесінен кейін біз соны қазба барысында, бағанағы жердің қазбасы барысында біз оны шақыртып алдық та, Мырзағали Қажауовтың жаңағы атаңның үлкендерінің несін білесің бе деп қойғанда, ол нақты білмеді, шамамен айтты. Бірақ ол жерде біз ескі бейіттің ішінде көне қазақ төте жазуымен жазылған құлпытастардың санын санадық та, 42 құлпытас бар екен. Солардың бәрін оқыттық. Оқытқанымызда біз спутникпен белгіленген жер мына жер болса, мысалы,
көлхананы біз соның шамалы солтүстігінен таптық. Арасы 2 метр, жаңағы белгіленген жермен. Қатты емес. Иә, мына жерден таптық. Ал осы екі көлхана осылай бір-бірімен қатарластырылған болса, соның дәл осы ортасында үст жағынан бірақ бірнеше 1 метр биіктіктен Мырзағали Қажылықтың бейіті тұр. Үшін сол айналадайсыз. Иә, демек қарап отырсақ, бірнеше дерек бүйтіп кетіп тұр ғой. Фольклорлық деректе Қасым хан осында жерледі деп Мырзағали өзінің жаңағы Шоқанға жауапты бала атасын осы жерге, әкесін осы жерге жерлеп кеткен. Біз Алексеевтің дерегімен басқа жақтан келіп тұрмыз бағанағы жерге. Бірақ бір шама бар. Иә, бір шама. Ол әңгімелер Сарайшық бабалар мұрасы деген кітап бар. Кітапханалардан таба аласыздар. Ол жерде бүгінгі де жазылған. Сонда былай деп айтылады. Тағы бір қызық жайт. Әңгіме точ-по-точ археологиямен ұштасып келіп тұрған деген сөз. Айтады, менің бас жағымда дейді да, немесе жаңағы осы менің қабірім айналасында пистолет жатыр. Жаңағы несімен, кабурасымен бірге. Жаңағы Мырзағали айтады. Жаңағы өзінің несінде. Жаңағы Шоқан айтып кеткен ғой, жаңағы әкемнің несінде. Қазба жұмыстар барысында біз сол айналадан енді қауым болып жатыр ғой. Мырзағали Қажауов аяқ жағында анасы, әйелі, бала шағасымен. Аяқ жағында анасының бейітінің маңайларында біз жаңағы пистолетті таптық. Жаңағы кітапта жазылған пистолетті таптық. Бұл жаңағы айтқандай фольклорлық дерек археологиямен біз анықтап тұрмыз, дәлелдеп тұрмыз. Біз бұл жағынан қуандық. Себебі қарасақ, Алексеевтің айтқаны мен жаңағы Мырзағалиевтің өзінің жеке әңгімесі бір-бірімен ұштасып тұр. Енді оған қосымша тың дерек ретінде айтып кетейін сөздің соңында. Енді Қасым ханды біз сол кездері таптық деп енді пиарды жібердік, бірақ дегенмен де әлі оның нақты несі сол кісі немесе басқа кісі екендігі болашақта белгілі болады деген. Қайда ол? Жаңағы Сарайшықта, ортағы Сарайшықтағы бейіттің орнын көрдіңіздер ғой барғанда, соның орталығында жатыр. Ал оны қалай зерттейді, то есть? Енді біз мынандай қылып жатырмыз. Ортасынан 30-40-қа жуық адам сүйегі шықты қабірден. Оның бір сүйегін біз Литваға радиокарбонға жібердік. Онда адамның расын, сосын сүйектің составында химиялық белгілерге байланысты нені тамақтанды, немен тамақтанбады, соның бәрін анықтайды. Сонда бір сүйек 1463 пен 1493 жылға тура келді. 1493. Енді сол кездің несі бойынша 30 минусты алып тастайсыздар, 30-ды қосасыздар. Сонда белгілі бір период келіп шығады. Сонда 1463 пен 1523 шығады. Қасым хан 1521-де өлген. Бір деректе де 23 деп те айтады. Яғни Қасым ханның замандас адам. Сосын составында, сүйектің составында азот көп, көміртек аз. Азоттың көптігі ана адамның көз тірісі кезінде ет, балық өнімдерін көп пайдаланғанын көрсетеді, көміртектің аздығы көкөністі аз пайдаланғанын көрсетеді. Демек, жаңа біздің өлкемізге сай таза мал шаруашылығымен айналысқан адам. Көшпелі. Бәрі шығып тұр. Енді біз соның сүйегі жаңа көлхананың еденінен бір барқыт матасын таптық. Қызыл, бардо бүйсет, барқыт матасын. Қымбат мата ол. Иә, соны біз Тетяна Крупа деген реставратор маманға жібердік. Сол жүн, мата, солармен жұмыс жасайтын. Ол қайта қалпына келтіріп берді, реставрация жасап. Ондағы белгілі бір өзінің қорытындысын берді. Сонда айтқаны бойынша ана барқыт матасы 14-ші, 15-ші, 16-ші ғасырларда Византия ақсүйектері пайдаланған шапанның бөлшегі. Яғни бір киетін киімнің бөлшегі, ақсүйектер. Через лыжы. Енді ананы барқыт матасының үстінде ақпен және сары түспен ою өрнектер берілген. Микроскоптан қарағанда ақ түс күмістен жасалған жіп, сары жіп бұл алтыннан жасалған жіп болып шықты. Яғни демек, ол қарапайым адам ана жерде тұтынбаған ана жерде. Енді соңғы зерттеуіміздің соңғы қазіргі несі, сол жердегі 30-ға жуық адамның қазір біз тісін, адамның астыңғы азу тісі арқылы болашақта біз қай ұлтқа тиісті екеніміз, қай расаға тиісті екенімізді анықтап береді антропологтар, арнайы лаборатория арқылы. Именно астыңғы азу тіс. Бізде елімізде Оразақ Смағұлов деген үлкен антрополог ғалым бар. Сол кісі көп өзінің нелерін жүргізген, зерттеулерін бүкіл Қазақстанның көп бөлігіне мектеп оқушыларына, 1-5 сынып оқушыларына тістің образецін алып шыққан. Үлкен жастағы ол көп бұзылуы мүмкін, жас балалар. Сондай сияқты 30 адам сүйегін біз Астана қаласындағы сол лаборатория орталықпен келіскен күйде неге Германияға жібердік. Уже 2 жыл болып қалды. Сол адам сүйектер қазір зерттеуде жатыр, генетикасын зерттеп жатырмыз. Егер олардың арасынан 30 сүйектің ішінен ал мынау жаңағы түркі халқына тиісті немесе моңғол шатысқан бірдеңе төре тұқымының бірдеңесі белгілері бар дейтін болса,
біз еліміздегі төре тұқымдарының генетикасымен оны салыстырамыз. Сонда процесс белгілі бір бағытта 60-70% сай келсе, біз енді Қасым хан болмаған жағдайдың өзінде бір қазақтың хан сұлтандарының бір ұрпақтары ақсүйек болып шығуы әбден мүмкін. Яғни бұл процесстер жүріп жатыр. Яғни Қасым ханның сайышта жерленбегендігін енді алдағы 5-10 жылдықта нақты нәтижесін береді деген ойдамыз. Иә, ғылыми жаңалық, оқулықтар жаңалық. Так, мен енді түсінгенім, сізге келгеніңізге рахмет. Мен түсінгенім, сарайшық зерттеліп, енді қалай айтсақ болады, тарихқа қызығатын адамдар баратын жер емес, әлі де зерттелуді талап ететін, әлі де маңызды археологиялық ескерткіштер табылмай жатқан, очень потенциалы бар, әлі де актуалды. Зерттеудің потенциалы қаншалықты екенін айтайын. Мысалы, қазір сарайшықтың 65% бойы сақталған болса, соның қазір 5% қазылған шығар. Яғни 100%-дің 5-6% ғана зерттеліп отыр, әлі бар бұл. Әлі бар. В общем, аз. Енді тағы бір мәселе, бұл жерде біз енді құр қазылудан бөлек бізде енді шетелдік археологтар қазып болды отырады музейге апарып. Шетелдік стандарттар бойынша біз енді осы мәселені қолға алуымыз қажет. Қазір бүгінгі таңда музей басшылығы мен музейдегі ғылыми қызметкерлермен осы мәселені қазір барынша жаңағы үкіметке басшыларға жеткізуге әрекет етеміз. Яғни қазба қай кезде қазба? Бірнеше процесстен өту керек. Бірінші, мысалы, біз қазамыз, археологтар қазады. Қазғаннан кейін ол табиғи ортадан қорғау керек. Оны сосын біз консервациялаймыз. Консервация дегеніміз қарапайым су өткізбейтін маталармен, әртүрлі мысалы шөптердің несімен оны жауып, бекітіп, шамалы сақтап қоямыз. Ол бірінші қазу, одан кейін сақтау, екінші процесс. Ал үшіншісі қаз қайта жаңарту деген мекеме бар, архитекторлар бар, жаңағы құрылыс саласында өзім мамандығым сол деді. Сондай архитекторлармен, сондай тарихи салада жұмыс жасайтын мамандармен біріге отырып, комиссия құрып, ана жерде қандай қайтып қалпына келтіру керек. Қайткенде ол табиғи ортаны сақталады деп анализ жасап та. Соны реставрация жасау керек. Қайта жаңғырту керек. Көп дейсіз ғой. Қазір біз осы процессті қолға алғымыз келеді. Яғни тек қана жылдан жылға қазып кете ғана қоймай, мысалы биыл қаздық па, алда 2-3 жылда соны сақталуын ойлау керек. Одан кейін тағы қазу керек. Асте ақын ол қазып кете бергенмен, ол біз енді көбінесе енді материалымыз егер Түркиядағыдай, басқа Еуропа елдеріндегідей жаңағы таудың тастары болса, әйтеуір төзімді суға, неге, отқа азғандай болса да төзімді. Біздікі шикі кірпіш болғаннан кейін ол бірнеше жауынның өзінде уже оның өзінің формасынан айырылады. Осындай бір мәселелер бар. Қазір біз оны барынша насихаттап жатырмыз. Енді сарайшыққа байланысты 4-5 сағаттық әңгіме бар дейсіз. Бар, жетеді. Сонымен Жүсіп мырза, келгеніңізге рахмет. Алғашқы қардағы алғашқы подкастымызға қош келдіңіз. Осылай алғашқы подкастымызға келіп, сарайшыққа байланысты өзіңіздің құнды деректеріңізді, одан басқа өзіңіздің жеке өміріңізге байланысты ақпаратты бергеніңіз көп рахмет. Алла разы болсын. Мен де енді бірінші жерде алғашқы неде өздеріңіздің осы бастамаларыңызды шақырып отқандарыңызға рахмет. Енді осы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Әрине енді жеке тұлға ретінде әрқашанда қолдауға дайынмын, байланыстамыз. Егер мен арқылы мысалы болашақта енді сарайшықтың айтқандай, өздерің айтқандай туризмдікте, ғылыми да бағыттар, әл-ауқаты әлі де көп, мол. Сондықтан да болашақта әлі елімізге танымал осындай белгілі бір азаматтар болып жеткізуіңізге тілектеспін. Енді мен өзім тарапынан ұсыныс, әрине сарайшық музейімен де бірге жастармен жұмыс жасауға біздің басшылық, сонымен қатар өзімде құба-құп қолдаймын әр уақытта. Келем, іште бірдеңе мысалы түсіреміз, сарайшыққа байланысты, осылай подкасттарға байланысты залдарымыз бар. Қазір Аллаға шүкір, арнайы орындарымызда жетіп жатыр, дайындалып жатыр, жоқ заттарымыз алынып жатыр. Яғни мүмкіндіктер әсте ақырын толықтанып жатыр. Осындай мәселелер бар. Енді тағы бір мәселе, ЮНЕСКО деген әлемдік не бар, сондай мәселелерді бізде сарайшықта сондай ЮНЕСКОның несіне тізіміне кіру мәселесінде ұсыныстарда болған болатындығын, бірақ біз оны пока әзірге оны ерте деп ойлап отырмыз. Себебі ЮНЕСКОның тізіміне кірген кезде оған емін-еркін зерттеулер, қазбалар жүргізе алмаймыз. Арнайы кейбір шектеулер болады. Белгілі территорияда шектеулер болады. Біздің қай кезде ЮНЕСКОға беруге болады?
алдағы мысалы 10-15 жылдықта қазып анықтап жаңағы хан сарайларын жаңа айтқандай хан тағын тәжін анықтап Қасым ханды анықтап оның басын қайта қалпына келтіріп болғаннан кейін барып жаңағы Қожа Ахмет Яссауилар секілді сол кезде барып беріп сол кезде уже сақтауды қолға алуға болады деген ойдамын. Әрине иә бірлесе жұмыс жасауға әрқашан дайынбыз. Рахмет. Хорошо, көп рахмет. Жақсы. Аман болыңыздар. Ой, рахмет. Тыңда ма? Так, Иә, сіздермен болған Saf Talks біздің жаңа бастамамыз. Бұйырса алда тағы да керемет қонақтар болады. Бүгінгі қонағымызға да көп рахмет. Алдағы уақытта Сарайшық қалашығынан бір көптеген жаңалықтар күтеміз. Бұйырса хандарымыздың да туралы, Қасым хан туралы да жақсы жаңалықтар келер. Жақында да. Так, не айтам басқа? Иә, рахмет көп. рахмет. Сосын жаңа сіз енді мамандығыңыз мифологияға байланысты дедіңіз. Жаңа мифология өзіңіздің жаңа зерттеу салаңыз екен, өзіңіз қызығады екенсіз. Енді оған байланысты да біздің іштегі мифтерді жаңа нақты әрбір жерлерден жазылған мәліметтерді жинақтап, соған байланысты да өзіміздің жұмыстарымызды жасауға құба-құп келісеміз. Енді бір сөз айтқанда, Сарайшық тек қана ғылыммен емес, қазіргі заман талабына сай жүруге дайын. Алғаш қардағы алғаш подкаст. Saf Talks.